Бәлкім сіз Ватиканның әлемдегі ең кіші ел екенін білесіз. Бірақ неге Италия оған өмір сүруге мүмкіндік беріп отыр? Ватикан бұрын папа мемлекеттері деп аталатын үлкенірек ел болған. Және бұл аймақты 1000 жылдан астам уақыт бойы басқарған. Дегенмен көршілес Италия корольдігі Римді өзінің астанасы еткісі келіп, папа мемлекеттерін басып алған. Бірақ папа ешқашан Италия корольдігіне берілмей, Ватикан қабырғасының ар жағында қалып қойды. Сондықтан Ватиканды қиратудың орнына Италия корольдігі папаның уақыт өткен сайын берілетінін күтуге шешім қабылдады. Алайда 5 папа ауысып, 60 жыл өткеннен кейін де олар әлі де соғыс жағдайында болды. Сондықтан 1929 жылы Бенито Муссолини соғысты тоқтатқысы келді. Екі тарап келісім жасауға келісті. Италия Ватикан жерін папаға беріп, бұған қоса бүгінгі ақшаға шаққанда $500 миллион берді. Оның орнына папа Италияның бар екенін мойындады және кез келген соғыстарда бейтарап болуға уәде берді.